халқым заманына 20 ғасырдың гомері, жыр дүділі, ғасыр ақыны, жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 176 жылдығына арналған кешімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің әдеби кешімізде қара өлеңнің алыбы, даланың дархан данасы, Жамбыл атаның үміт күткен ұрпақтары сыр шертеді. Жамбыл тау суындай сарқыраған алапат ақындықтың қуаты, жүз жасағанда жадынан ұзын сонар дастандар өшпеген мықты жадының айтыс өнерінде алдына жан салмаған тапқырлық пен шешендіктің заманында күштіден ықпаған батылдықтың есі, халқының арда ұлы туған елін көл көсір әдеби мұрасына барынша бойына сіңіріп өсті. Жамбыл тек суырып салма ақын ғана емес, таңды таңға қосып жырлар жыршы, тыңдаған жанды еліктірер күйші, тұла бойы өнердің алтын сандығына айналған 8 қырлы бір сырлы тума талант иесі. Енді Жамбыл жайлы шағын деректі фильм көрейік. Жамбыл Жабаев өлең жырдың даңғылы, заманның заңғар тұлғасы. Сөзден інжу маржан тізген ақын жырау, ғасырға жуық ғұмырында тау мен даланы, елі мен жерін жырлады. Поэзия әлеміндегі туған халқының мақтанышы, әлемдік деңгейдегі жыр алыбын айналды. Атақты жазушы Мұхтар Әуезов, Жамбыл ақыл ойдың алғыры, өзгеге ұқсамайтын дара, әрі эпик ақын, әрі азаматтық әуеннің де ақыны деп бағалаған еді. Ол Абайдың замандасы, қазақ ауыз әдебиетінің қайнар көзі болған ақын жырау 1846 жылы 28 ақпанда Жамбыл облысындағы Жамбыл тауында дүниеге келген. Қақаған, қар аралас соғып боран, ел үрей, көк найзалы жау торған. Байғара, Жамбыл, ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойылыпты, атым сонан деп жырлаған жыр алыбы арғаталары дәулетті болғанымен әкесі қарапайым тірлік кешкен деседі. Ақын өзінің сөзінде балалық шағын былай сипаттап береді. Мен киіз үйде өстім. Сол кездегі барлық қазақ балаларындай мені де көшкен кезде бесікпен ала жүрді дейді. Жамбыл қазақтың ақындық өнерінің қазанында қайнап, ежелгі ауыз әдебиетінің кәусәрмен сусындап, ақындық жыраулық дәстүрдің 20 ғасырдағы туын биікке көтерген дана қарт ұлы жырау. Жамбыл Жабаев суырып салма өлеңінде толға өлең, қысқа эпиграмма, экспромт, эпикалық дастан шығарудың да шебері. Ол халқымыздың рухани дүниесіне қуатты да өміршең жырлар арқылы мәңгі өшпес үлес қосқан дара жырау. Өшпейді халық жыры қартаймайды, өшетте оны ешкім майталмайды. Халықтың жүрегінің түкпірінен төгілген күй шын жорғаға тайпалмайды. Алтындай ел ішінде сақталғаным, сұлу жыр судан тұнық шайқалмайды. Суырып салма жыраулар мектебінің алыбы Жамбыл атамызға арнап шығарылған Жамбыл дара әнін назарларыңызға ұсынамыз. Сөзін өңдеген Нұрқасым Ғалия, орындайтын әнші қызымыз Солтанова Сабина, қарсы алыңыздар. Рухани биік шеберім, асылым
кемеңгерім үйреткеннен жақсы ұлығын тыңдаудан жалықпайтын бірі санаған сүйінбайға басиып өткен ақын ұлға қонбастайтын биіктерге жамбыл дүлдүл ақын жамбылда биік тұратын шебер тұлға жамбылдана жамбылдана жыршыда жамбылдана жамбылдана ақынада эпикалық жырларды халқына арнағандықты ақын жетісу жыршылар мектебі үлесін шексіз асыл қалдырдым мол шежіре терең ой шықты сөз қазына осы жетісуға бір туардағы жырау жамбылда биік тұратын шебер тұлға жамбылдана жамбылдана жыршыда жамбылдана жамбылдана жамбылдан биік тұратын шебер тұлға жамбылдана жамбылдана жыршыда жамбылдана жамбылдана Жамбыл Жабаев елін жерін қорғаған, халқының басын біріктіріп, тәуелсіздік, еркіндік жолын таңдаған қазақ батырларының ерлігін сипаттайтын тарихи шығармалар шығарды, жырлады. Өмірмен де, өнермен де ұрпақ бойында қазақи болмыс, ел жандылық, биік рух қалыптастыруға үлгі бола алатын ұлы дала жыршысының шығармашылық мұрасын зерттеп, зерделеу мақсатында үлкен бір ғылыми жоба қолға алынған болатын. Осы ғылыми жоба барысында жамбыл шығармашылығын барынша паш ету сыныбымыздың мақтаныштары, қалалық ғылыми жобалардың жүлдегерлері Сатыбалды Медина мен Солтанова Сабинаны ортаға шақыруды жөн көріп отырмыз. Жамбыл шығармашылығы кеше, бүгін, ертең тақырыбында жасалынған жұмыстарды ұсынамыз. Жырлыбы Жамбыл Жабаевтың туған күніне 100
76 жыл. Ақын ғарып емес пе? Байды өтірік мақтаса, заман ғарып емес пе? Әділдікпен аттаса. Жамбыл ақыл ойдың алғыры, өзгеге ұқсамайтын дара, оқшау бет, бейнесі аса зор құбылыс. Оның бір өзі әрі эпик ақын, әрі айтыс ақыны, әрі азаматтық әуенінде ақыны Мұхтар Әуезов. Жамбыл жырлары бұғым иес, безбойнақ жайлауларының гүліндей алуан түрлі, хош иісі күншілік жерден аңқып тұрады. Ақын жырын тыңдаған сайын көк жайлауға әсер аласың. Ильяс Жансүгіров. Жамбыл жырлары теңіз түбінде шашылып жатқан маржан секілді. Оны жинап алып, халқымыздың қолына беру, біздің әрқайсымыздың азаматтық борышымыз. Сәкен Сейфуллин. Жетісу өңірінде ғана емес, бүкіл қазаққа атты мәшһүр жыр алыбы Жамбыл Жабаев 1846 жылы 28 ақпанда қазіргі Жамбыл облысы Мойынқұм ауданындағы Жамбыл тауының баурайында Жапа Ыстыбайұлының отбасында дүниеге келген. Қақаған қараралас соғып боран, елірей көк найзалы жаудырған. Байғара Жамбыл ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойылыпты атым сонан, деп айтқандай ақын жаугершілік заманда туған. 13 жасында байдың қойын бағып жүрген, кезінде ұйықтап қап, түсінен ақын боп оянған Сүйінбай ұстазы сияқты Жамбылға да ақындық түсінен аян беріп қонса керек. Ол туралы ақын бір күні Жетісай жайлауында жылқы бағып жүріп, түс көріппін. Түсімде ақсақалды қария келіп, өлең аласың ба, көгең аласың ба деген. Мен өлең деппін, оянып кетсем түсім екен. Көкірегімді бір олқын көрнеп, алқымыма тығылғандай дереу үйге келіп, домбыраны ала салдым да, онды салды төгіп-төгіп жіберіп едім. Кеудем ашылып, орта түскендей болды, деп еске алған. Жақсысына Жамбыл атамыз 14-15 жасынан бастап бір жола ақындық жолына түседі. Сүйінбай оның ақындық шеберлігіне жоғары баға береді. Сүйінбай өлеңді тыңдаушының көкейінен кетпейтін дейді байт. Сенің өлеңдерің жеке адамдардың емес, бүкіл халқымыздың игілігіне айналатын болсын. Кемеймен емес, жүрекпен жырла, әрқашан әділ сөйлеп адал бол, деп оған ықыласпен бата берген. Ал Жамбыл болса, Сүйінбайдай ақын қайда, оның қасында Әлидай да емеспін бе, деп ұстазын дәріптеуден танбаған. Жамбыл ата кез келген тақырыпқа еркін өлең шығарып, күй тартады, айтыста түседі. Бір естіген дастандары мен ұзақ толғауларды есінен сақтаған келеді. Сол кездің атақты ақыны Жаныш Бақтыбай, Сары, Мәкөт, Жүнісбаймен кездесуінде бұрын Айкүміс Сара Нұрбек қызымен сөз айтысайды. Шабытты жыршысы, халықтың арман мұңында жоқтаушысы ретінде көрінеді. Жамбыл 35 жасында, яғни 1881 жылдың күзінде Іле бойында өткен бір үлкен жәрмеңкеде сол кезде орта жастағы атақты ақын Құлманбетпен айтысып жеңіске жетеді. Содан бастап Жетісудың ең үздік ақынына айналады. Жасымнан атым аян Жамбыл едім, сүрінбес қара өлеңге даңғыл едім, деп өзі жырлығандай шашасына жан жұқпаған дара жырау, ақындық туын әрдайым жоғары ұстаумен өтті. Айтыстан әртүрлі авторлық ақындық поэзиядағы халықтың дүниетаным тереңдіктері мен кеңдігінің ұлттық жан ділі сипатының ғасырлар бойы сақтап келген рухани құндылық, ауызша және жазбаша үлгілерінің қатарласа даму желісін сақтай отырып, ақындық поэзиядағы айтыс өлеңдері қазақ поэзиясының ұлттық сипатында сақтаушы қызметін атқаруда. Бұл қазақ сөзін өнерінің мәңгі жалғастыратын өнегесі. Жамбыл шығармашылығының салмақты бөлігі айтыс дастандары құрайды. Адам мұраты, ел жер тағдыры, ұлт пен ұрпақ қамы, өмір өнегесі, өрісті өнері арқауының айналды. Жамбыл мен Құлманбет айтысы, Жамбыл мен Бөлтірік айтысы, Жамбыл мен Шашубай айтысы, Жамбыл мен Айкүміс айтысы осының дәлелі. Жамбыл арнаулары Жаныс ақынға, Шәрденге, Сыртанға, Мәмбетке, Абайға, Тілеміске
Шалтабайға, Қалиға, Көкемге, Тоқтауылға, Сыздық Сұлтанға және тағы басқа өлеңдері жанрлық түрі жөнінен арнау болғанмен, бұлардың мазмұны, құрылымы, стильдік сөз қолданыстары түрліше келеді. Осы аталған арнаулардың бір қатары дүйім қазақ пен қырғызға белгілі ел басқарған қайраткер, манап, төре, данышпан батыр не болмаса атақты Сүйінбай абайларға қарата айтылса, енді кейбіреулері Мәмбетке, Сәт, Мәңке, Қали, Шалтабай, Көкім сынды би-болыстарды сынап менеу мақсатында шығарылған. Өтеген батыр дастаны. Өтеген батыр дастанының ақын ұстазы Сүйінбайдан үйренгенін айтқан. Бірақ мұнда Жамбылдың өз жанынан қосқан көптеген байғалы ой орамдары, сүйекті сындарлы сөз саптаулары кездеседі. Сұраншы батыр дастаны. Ұлы жыраудың Сұраншы батыр жырындағы Сұраншы батыр Ақынбекұлы қазақ тарихында белгілі тұлға. Ол 1815 жылы Алматы жанындағы Қасек өзенінің бойында дүниеге келген. Атақты қазақ батыры Саурықтың немересі. Жетісудың ел мен жерін қалмақ қоған басқыншыларынан азат ету жолында түн ұйқысын төрт бөліп, ақтұяқ арғымақтың жалынан түспеген сұрапыл батыр. Сұраншының есімі Ерен, Ерім деп ескерткіш қоярлық нар тұлға. Көрғұл, Жамбыл нұсқасы. Көрғұлының қазақ топырағында 33 нұсқасы бар. Талай ғасырлар қойнауының біздің заманымызға жеткен Көрғұлы эпосы түркі тілдес халықтарда, түркменде, өзбекте, тәжікте, қарақалпақта және қазақта, Кавказ халықтарында, Әзербайжанда, Армянда, Грузинде, Абхазда, құмы халықтарында кездеседі. Абай мен Жамбыл. Ұлыларды белгілі бір дәуір туғызады. Әрбір ұлы тұлға өзінше бір-бір әлем, бөлек жаратылыс. Абай мен Жамбыл екеуі де қазақ әдебиетінде алтын әріптермен қалар ғажайып құбылыс. Біреуі мына әлемдегі алуан толқынды алып мұхит десек, екіншісі сан түрлі бедер белгісі бар құрлық секілді. Екеуі де алыпта биік, айдында айбынды. Қазақ ақындарының әрқайсысы шын мәнінде талант ретінде, қайталанбас шығармашылық тұлға ретінде дара-дара. Сондай дара таланттардың бірі Жамбыл Жабаев. Ол біздің 19 ғасырда қазақ поэзиясының шоқтығын биікке көтерген талант иесі. Әдебиет есігін алғаш ашқан жылдардан-ақ жыр әлеміне үлкен дайындығын танытқан. Халқымыздың ауыз әдебиетінің бай мұраларын терең сусындап, шабытына талмас қанат байлап келген ақын. Жылдан жыл өтті ақын қиялындай, Жамбыл қарт жырынтаудың бұлағындай. Жырлаумен келе жатыр туған елін, аралап жаны шолпан шырағындай. Алдарыңызға Жамбыл Жабаевтың «Менің өмірім» өлеңін оқуға сыныбымыздың жас ақыны Пак Руслан. Менің өмірім қақаған қар аралас соғып боран, елірей көк найзалы жау тұраған. Байғара Жамбыл ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойылыпты атым сонан. Ел үркіп жүрген кезде күні түні, сараяз көшшіні кей боран күні. Қар құлып мұзға түскен Жамбыл екем, жұтынып суық ауа шыққан күні. Мен емес суықтан біле ел дауытты, тарлыққан қысан заман кен жарықты. Қара күн хан билеген қанды жорық, дегендей ел аузында сөз қалыпты. Көз аштым, сорғаланған қанды көрдім, қамыққан қанды жасты жанды көрдім. Ел көрдім, мен айныреп босқа анды көрдім. Қойныңда Алатаудың зарды көрдім. Бой бермес ел өмірі асау шері, тұрса да құрсауланып 90 шері. Бірде от, бірде судың көктей кешсем, талпынып тілегіңді бас тілгері. Өмірмен араласты өшті Жамбыл, ел басқан отты суды кешті Жамбыл. Құланнан құнан да өрліп, дөнен де өрліп, шыққандай болып қалды бесті Жамбыл. 10 жаста ойнаған
Жам жүрдім бала болып, өлеңге бөлдім көңіл алам болып, райттап бана мініп қозы бақтым, еңбекті емен дегенде шама келіп, қойшымен кеңес құрдым қыр басына, өлеңмен ермек болдым жолдасыма, сол өлең қалыптыдай кетіп алып, байларын жолатқызбай мырзасына. Өлеңді өркендедім, өршіп өстім, көргенде жақсы жырды құстай ұштым, жас ақын, жап-жас ақын, жамбыл ақын дегенде дара болып көзге түстім. 15 тап домбырамды қолға алдым, тем басқан 4 аяғым болдым жорға, 16 желік атты өрістетті дегенде дара болай көзге түсіп, топ десе 17-імді тартылмадым, еңбектеп жүрген кезде тартылданып, 16 желік атқан өрістеткен дегенде емендене шама келіп. Қазағымның намысын, тарлан едің тым ерекше шабысын, көк байрақтай көтереміз биікке, жаралған жан қазағымның бағы үшін. Жұмыр жерге атың мәлім жамбылым, дарындата біздерге үлгі әрісің. Сіздегі бар қасиеттер ерекше, кейін қалған ұрпақтарға дарсын. Жамбыл атаға деген тағзым әрбір қазақтың жүрегінде тұрары сөзсіз. Монолог сөз өнерінде кейіпкердің ішкі жай күйін, толғаныс тебіренісін бейнелеу мақсатында қолданылатын тәсіл. Монологтың ерекшелігі бір адамның ойы, сөзі көрініс табады. Сыныптасымыз кеше өткен жыр жүйрігі Мұқағали Мақатаев атты видео байқаудан 3-ші орын иеленген Қанат қызы Меруерт Жамбыл атамен сырласу атты монологын назарларыңызға ұсынамыз. Жамбыл ата, сіздің жырауы батаныңыз халықтың жүрегінен орын алуыңызда. Сізді қазақтың мұндай алды тұлғаларының барлығы пір тұтқан. Сіз ақындық өнерінің ең жарық жұлдызысыз. Жетісу ақындық мектебінің негізін қалаған Сүйінбай бабамыздан бата алуыңыз тегін емес. Әкеңіздің қастығына қарамастан Сүйінбай бабамыздың қасында жүріп, өлең айтып үйреніп, айтыс техникасын меңгердіңіз. Жамбыл ата, сіз бірнеше ғасырлық қазақ поэзиясының нүктесін, тіпті леп белгісін қойдыңыз. Халқымыздың рухани бай ұйытқысына айналдыңыз. Жамбыл ата, сіздің шығармаларыңызды оқығанда қиына қиысыр сөз табатын, халықтың мұңы мен зарын дәл жеткізген, халық мүддесін табан тіреген хас шебер екеніңізді сеземіз. Жамбыл ата, сіз қазақ поэзиясының қаймағын қалқып алып, кеудесіне құйып алған хас шеберсіз. Сөзіме бір ғана дәлел, азулы жүрек зарбасты 1710 тармақты өлеңді демалмай, толықтамай ұзақ айтыстыңыз. Таңсам басқа шара жоқ. Жамбыл ата, сіз ұлы соқсалмарға ғана тән қасиетті дара жырау екеніңізді дәлелдеп бергенсіз. Жамбыл ата, сіз айтыс өнерінің майталманысыз. Айтыста ешкімнен жеңілмеген, сын сағаттарда сыр бермеген, абыржығаныңызды ешқашан аңғарта қоймаған дара жыраусыз. Жамбыл ата, бүгін біз сіздің шығармашылығыңызды паш ету мақсатымен кеш өткізгелі отырмыз. Сіздің бірнеше жырларыңызды жатқа жырлаймыз. Сізге ұқсағымыз келеді.
дауылпаз жырлары әсіресе айтыс үстінде өрттігінгі желдей өршіп, қарсыласын шебертіл жүйелі сөзімен жеңіп отырған сыр сұйы Сүйінбайдың пір тұтқан жыр алыбы заманында ат үркетін Құлманбет, Досмағамбет, Бөлтірік, Шашубаймен өнерімен ел еркесі атанған бұрым, сара, айкүміспен айтысып мерейі үстем болып отырған Жамбылдың Құлманбетпен айтысы ақын абыройын асқақтатып атағын дода болды. Себебі Құлманбет ол кезде азуы 6 қарыс ақындарды жеңген жетісудың бет қаратпас жүйрігі болатын. Ендеше біз осы Құлманбет пен Жамбылдың айтысын бір көрініс ұсынуды жөн көрдік. Сыныптасымыз Сергелнұр Құлманбет рөлінде, ал Марат Сұлтан Жамбыл ақын рөлінде қошеметпен қарсы алайық. Құлманбет менің атым құлан аян, менің құлан екенім тәңіргаян. Албанды улат жиылып бата берсе, кеңес айтып жырлайын нетіп баян. Құлан аян Құлманбет менің атым, сараяды кеудемдегі жазған хатым. Албанды улат жиылып бата берді, құлақ сала ұға бер жамағатым. Магигагым, магигагым ай. Ахо, мен барайын төменгі, асыл менен шыбылға. Мақты болсан Құлманбет, көріскеннен жоғылма. Хәуләлім, хәуләлім, хәуләлім ай. Бұл жақтағы дуатты тастай бере асығып, бабаға барып тығылма. Бабам қойын пұл қылып, хәуләлім, хәуләлім, хәуләлім ай. Баласы өтегеннің нұра қанбай, білемісің мың жылқы жатыр қанай. Сатып алды естемес ламақ-самақ, бәрін бірдей айтамын бір жалатай. Шенет қалды тағы да бұжағыда, жаратқан оны дартық патшағыдай гагагымай. Өлеңді бір соғайын түйдегіммен, әжібайлап тиейін бүйрегіңнен. Не деп айтқалы отырсың бұл өлеңді, сен тұрма үміткермін үйдегіңнен. Шапырашты мақтанба кім белгілі, әркім ақ тұрған шығар беп белгілі. Құладынды қайырып құмға салсаң, тышқан алған көршек бөктергіңді. Салғалы отырсың ба көптігіңді, тіпті керек қылмаймын септігіңді. Уагигагым, уагигагым ай. Ахо, Құлманбет, Құлманбет, ағып жатқан сумен кет, сумен кетсен елі шер, судан шыққан бумен кет. Хәуләлім, хәуләлім, хәуләлім ай. Онда да кесірін тиер ау, қызарып батқан күнмен кет. Күнде қайтып шығады, оттан шыққан күлмен кет. Күлден ауру жұғады, қараңғы тұман түнмен кет. Түнде қайтып келеді, отта асқарлы таумен кет. Таудыдай халық мекендер, кесірін жұғар Құлманбет. Қуып әкелет арман кет. Хәуләлім, хәуләлім, хәуләлім ай. Кезінде Мұхтар Әуезов ардақты жәке деген мақала жариялап, ұлы ақынға сіздің жырыңыз заманымыздың асыл ескерткіші деп баға беріп кеткен екен. Өзінің 99 жылдық өмірінің 85-ін елі мен жері жайлы өлең шумақтарын жазуға арнаған ұлы тұлғамыз талай жанның өмірге деген құлшынысын, еліне деген қамқорлық сезімін арттыруда өшпейтін із қалдырды. Жұмаділ Әмина, Жамбыл атамыздың өмір жыры өлеңімен.
судан тұнық шайқалмайды. Еске алсам ертегідей ертең өткен, талай жан жүрегінің жырын төккен, еңіреп ең даладан бақыт іздеп, таба алмай аңсап асан қайғыда өткен, құландай қақтан безген қорқытқан ғып, кездеспей көрден басқа ол да кеткен. Еске алсам аңсағанды ескідегі, ертеде қиял мені көксемеді. Кілемге отырып ақ көк сайрандап, сұңғаша ұшуды да көксемеді. Ол кезде патша мен хан зынданының тұншыққан жырды бар мен ескергені. Есімде ескертегі аңыз қылған, ұлы өмір жыланына шағылдырған. Үскірік есіп тағдыр қара желі, өкпемді қарып аяз қабындырған. Жамбылдың жыр төгілген тілін байлап, үніне туған елін сағындырған. Мен ұзақ өмір сүрдім, көпті көрдім, көргенді ойға түйдім, ойлай жүрдім. Құсынан таудың биік шыңға өлеген, есіттім жырын ақын шота ердің. Кавказдың шыңменен шендескендей, құлағым шалты есін шерлі жырдың. Жыршылық дәстүрдің заманалар арасындағы алтын көпір болған Жамбылдың кең көсіле жырлаған дастандарының бірі Көрұғлы дастаны. Дастан сөзі біздің тілімізге парсыдан енген, парсы тілінде айту, баяндау, жырлау деген мағынаны білдіреді. Өкінішке орай таңды таңға ұрып айтар жыл жолдары бізге толық жетпеді. Көрұғлы жыры мен қалалық жылы жобалардың жеңімпазы 2020 жылы өткен қалалық жыр алыбы Жамбыл жыр додасының жүлдегері 2021 жылы өткен Алматы облыстық жыршылар сайысының 3-ші орын иегері ақын Сейітжаппар Айша. Ханнан қорлық ел көрді, демесін біреу ертегі.
кезелген хан аямас қараны. Ханнан қайғы тартқан ол жүректері жаралы. Хандар ашу шақырса халықтан үшін алады. Бұлтқа сілтеп қылышын найзасын көкке тіреген. Қан төгуге құмартып күнде соғыс тілеген. Ішкенде кетіп Бұзай хан асқақтап шалқып тасыды. Бұзай ханның дабылын естіген ел қашады. Жауатын күндей тұлданып, қаны қашып сырланып, қия шауып құсдалып, ұя шауып мұздалып, басқа жан түрлі кетпеске жер бетінде қызғанып, қылыштың қаны кеппеген, адамның күші жетпеген, жер қалмады маңайда, Бұзай хан зорлық етпеген, ұрғандықтай домалап, соғысқан жерде бас қалды. Жыр алыбы Жамбыл жырлаған Бақ Дәулет ақыл дастаны алғаш рет 1982 жылы Сұлтанғали Садырбаев пен Көбей Сейдиханов құрастырған Жамбыл Жабаевтың 2 томда шығармалар жинағының 1-ші томында жарияланады. Бұл дастанда Жамбылдың өмірлік ұстанымдары, терең философиялық көзқарасы айқын көрініс тапқан. Бақ Дәулет ақыл дастанын орындайтын Қазақбай Амина мен Төлебай Қуаныш. Қолыма еріккен сон домбыра алдым, өлең қып хикаяны айтып салдым. Бақ Дәулет ақыл менен серт байласқан, көп іздеп, бұл үшеуін бек сандалдым. Үшеуін кез келтірген былай шатап, бірі Дәулет, екісі ақыл мен Бақ. Бас қосқан өздерінің мәжілісінде, мен артық деп болды жақшақ. Ақыл айтты, мен артық сендерден де, тұратын мен орның көкірек кеуде. Сізде сыртта жүрестен жыршып қонып, сенен опа көрген жоқ ешбір пенде. Бақ айтады, артықпын менің өзім, еш талаға кетпейді айтқан сөзім. Өзім мықты, сөзім пұл, алдымда топ, құр бекер мақтанасын жетпей көзім. Екеуінен мен артық дейді Дәулет, мен орнасам табылар күллі сәулет. Үйде мүлік, ат пен ас, өрісте мал, бәрі тоқ, қатын бала, тұқым әулет. Ақыл айтты, таласпай екі ақмақ, саған қайда менде боп өнер таппақ. Екеуі бірік тағы заклад сал, озармын сондадағы жұмысын ақтап. Ал сонда бір жігіт бар башаратты, егіні малы көп салтанатты. Күзеткен соның егінін бір ақмақ, нақұрыс өзі жынды меке атты. Бақ Дәулет келіп қонды мекерге. Бақ Дәулет келіп қонды мекерге. Нақұрыс күнде батып жүрген терге. Бай қылып, патша қылып, білгіш қылып, қолын бір жеткізуге талай жерге. Егінде меке жүрер торғай қуып, көрген жоқ жақсылықты өзі туып. Қойнына таспен ласты толтырып ап, белбеуін төмендетіп нықтап буып. Егіннің қазған құдық айналасы, мекейдің қойнында жүр ұсталған тасы. Көп керуен сол араға келіп қонды, ішінде хакім атты керуен басы. Қуанды көргеннен соң сол керуенді, керуеннен бұйрықты татпақ дәмді. Аяндап келді мекей қос қасына, қинаған тамақ үшін ғарып жанды. Әдемі түгілі тұр алтын шатыр, ішінде бір би патша ұйықтап жатыр. Малайлар самауырмен шай қайнатып, тағы да бір семіз қой сойып жатыр. Аяндап келді мекей қос қасына, бір жұмыс даяр тұрған ер басына. Малайлар мекей жанды көргеннен соң қойыпты, тезек сал деп отбасына. Мекекен жағар отын шапшандатып, көл көсір бір олжаға қалды батып.
Киімі күлді көмеш болғаннан соң шешініп от басына терлеп жатып. Тас түсіп от басына қалдан шен, мекекен тас жетпейді деп қылмас уайым. Төрт қырлы бір соқпақтас қайрақ затты білмейді малайлар да гауһар жайын. Шай қайнап ет піскен соң тұрды мырза, етін жеп шайын ішіп болды риза. Желпініп кемеліне келгеннен соң шатырдан тасқа шығып тұрды мырза. Өтеген батыр дастанының жамбыл ұстазы Сүйінбайдан үйренгенін айтқан. Бірақ ақын жаттап алған дастанды құр қайталаған емес. Ол өз жынынан алуан түрлі сөз асылымен, терең ойлы толғамдармен жырды байытқан. Өтеген батыр дастаны поэтикалық тұрғыдан көркемдік байлығы мен оқиға желісі жөніне қарағанда өзге эпостық шығармалардан ерекше шығарма. Бас кейіпкер халық батыры Өтегеннің қос мүйізбен дүниеге келуінің өзі қазақтың дәстүрлі эпостарында кездесе бермейтін тосын жағдай. Әрине, дүниежүзі эпостарында батырдың ғажайып тууы мотиві бойынша мұндай жайттар орын алады. Қос мүйізді Өтегенді күллі әлемде мифпен астасып танылған Ескендір патшаның қос мүйізімен ғана салыстыра аламыз. Дүйсенбек Нұриман, Тұрсынғазыұлы Заңғар, Қанымжан Ералы, Бейбіт Бейбарыс Өтеген батыр жырынан өзінді орындайды. Қарсы алыңыздар. Көбікке оранып, толқыны 90 бұралып, арықтай аққан арнағы жамбыл бір сыр сырғасын, жұрт хикая тыңдасын. Өтеген батыр туралы хикая емес бұл өзі, өз жанымнан алынған. Есімде жоқ осы жыр қайдан қалай алынған. Мұны заңдап даладан жырлаған ескен жел маған. Бұл жырды мен естігем тағы құлжа үнінен. Бұл жырды мен естігем бұлбұлдың тәтті күйінен. Бұл жырды мен естігем ер Өтеген туралы саңқылдап шынның қыраны аңыз еткен күнінен. Бұл жырды мен естігем тулаған толқын дөнінен. Бұл жырды мен естігем шөбінен дала гүлінен. Бұл жырды мен естігем жұлдыздың аққан көгінен. Бұл жырды мен естігем сай-саланың көгінен. Бұл жырды мен естігем безіп жүріп ауылдан. Бұл жырды мен естігем жыршыдан ақын қауымнан. Жыл айналып жыл өзіп Өтеген өлді қол өзіп, алайдағы тарихтан аңыз қалды өлместі. Сол туралы мінекей домбыраны сөйлетем, Өтегенді мадақтап, жырға қосып тербетем. Халық айтқанын қостаймын, артық сөзді қоспаймын, жырымды желше көлетем. Халық айтса қалып айтпай, мен де сонан асырман, шынайы берген тұлқ еді. Келе жатқан ғасырдан жаздың жылы түнеді. Өтегеннің туы жетісуен мәулеті, Сырымбетет әулеті, дулат еді руы. Түннің желі бес боп, тербетке бөбек уызды, тіктеп біткен маңдайдан жан еді қос мүйізді. Бала жастан әлпештеп, баққан оны кілкісен, тіктеп біткен қос мүйіз батырлықтың белгісен. Жеңілмес жалын боп өскен, ақылға күшке болжауға, тартқан сымдай тал бойлы, ұқсаған тағы құлжаға, өсті батыр тұлғалы, жолбарыстай қарулы, қырандайын қырағы, арыстандай айбарлы, 100 кісінің ішінде ол бір жүрген дөрегей, бір өзі батпен бірегей, аң аулада бәйгіне атағы шыққан әйгілі. Жамал бұған жалғанда мейірімді ана етін, бөбеген сүйіп өрімін, сонда ауылда сүйетін. Көшпелі қазақ өмірін, жетісу қазақ қоныс ет. Мамығы майда оралған күндер болған бір кезде, сол жер қанға боялған бір кезерде алакөз болған сол жер аймағы. Ұрыс қағыз болған кез қырғыз қазақ қалмағы. Найза ұшталып тұрпарлар, жортып жебе жарқындар. Күндер болған өлікке қара қарға қарқындар. 18-ші ғасырда дала жырдың басында ақ жебелі жеслопшы патша зорлық ашылды. Дүрес соғып дүрелдеп, бүдірген елді біртіндеп, атуға да асуға
көшпелі елді қырғандай, бұзып қыра өртеді солқын қара борандай. Болып кетті ертегі еміреген дала күні өреніп, жайлы оларда тауларды қуырға жетсу қуырға патша хандырды. Өтеген сондай ойпастай, талабынан таймастай, заланып өршігіп, тұлыбы толы тершігіп. Бұлы өртке оған болмады, халықпен бірге жамбастай, күшіне бірақ танбады. Суырлаған алмастай, жұрт білмегенді ол білді, боларын сезді әлемет, патша тігіп ордасын, халықтың бұзып қордасын, қан төгерін керемет, жұрттан бұрын ол сезді, қайғыға халық түсерін, патша алдында басып, хандардың анышерін, өттеген сезді хандардың арам пасық ниеттерін, керейін шенің шекпенің, ер өттеген олардан, қорықпады шынақтан, ұзақ сапар шегуге, дайындады жорықты, жинап болған нөкері, жарқылдады қырандай, батыр бары халықпен, ақылдасты ұрандай, арным батыр арны, табылы халық табылы, ақ жағалы патшаның жақындаптыр жорығы, жеті суға жендеттен түскелі тұр, жарығы жетсе жүндет нөкері, халықты сөзсіз құруы, айдан анық қан қылып, ұл қызын тұтқын қылуы, малды айдап жерді алып, қаялды қуып шығуы, олар келіп халықты көк түспейтін жерге айдайды, көрместей қып жарықты күн түспейтін жерге айдайды, күнге қақтап ыстықта көктемде су түспейтін жерге айдайды, көрместей қып жарықты күн түспейтін жерге. Жамбыл шығармашылығының елеулі бөлігін ақынның арнау өлеңдері құрайды. Атап айтсақ, Жаныс ақынға, Шептенге, Сырттанға, Мәмбетке, Абайға, тағы да басқалары. Біз де Жамбыл атамызға өз тарапымыздан арнау айтып бермекшіміз. Ераділ қызы Іңкәр, Берік қызы Көркем, Жексенбинова Қаракөз, Болат Бағдат, Нұрғали Әділжан, Нұрланұлы Мұрагер, Арғынбек Айдос, Хасен Арслан, Жолдас қызы Гүлжан, қарсы алыңызда. Сөзім майын тамызған, өзі барлық жерге танымал, туыпты Жамбыл деген жыр алыбы қазақтарға рух пен күшті мәңгі берген. Сөздері жанып тұрған от секілді, рухты найза ыстыға шоқ секілді. Сүйінбайға сүйенген ақынымыз, бүгінде бар халықтың жақынысыз. Мадақтаған қазақ атты ұлтыңды тұнып тұрған еңбегіңіз бар тарихта. Біздер оқып үлгенеге алып жатырмыз, Көроғлы мен Өтеген батыр жырларыңды. Барлық жерге атың шыққан Жамбылым, дарындата біздерге үлгі әрісің. Сіздегі бар қасиет ерекше, кейін қалған ұрпақтарға дарысын. Айтыс жырдың дүлділі, ой қиялдың жарлығы, жыр алыбы өзіңсің, жастардың жалғыз сөзсің. Жамбыл жырдың етегі, жыр айтыстың көркемі, Жамбыл деген мекенде толыпты, Жамбыл атты бөбегі. Жамбыл десе, ойыма жыр келеді, жыр ғұмырдың негізі Жамбыл абыз. 100 жыл жырлап қалдырған өшпес мұра, халықтың көңілінен шыққан дара. Жастайынан өлең жырға қанып өскен арыда, мөлдір сулар секілді, ұлылықтың сыры менен қыр көп, өз заманның Гомер атанған иегері. Ақын еді өлең жазар жүректен, кезені жоқ көңілді бір жүректен, 8 қыруы азам атты дарынды, өр жүзін екі руын түлеткен, өз заманның батыры болған сіздей, батыр барды жоғалтып келеміз бе? Сіздегі бар қасиеттер ерекше, таралған қазақтардың бәріне. Ике елі көшкен кезде, қар жауып, қара суық төнген кезде, Жамбыл тауын жаңғыртып бала келді, содан бері шырқады аты елді. Жамбыл ер жетті, бата алды Сүйінбайдан, таңдайына қара өлең шабыт салды. Өнеріне ел жұртың ғашық болып, жыр шырайы ғұлама дан атанған. Отанды сүй, қонымды дауыс сұлу әні, шыңғыл күйі, жүрек, месел, миым отанға туған, жер жүрегі дем біткенше менің сыйым.
шынықтырды болаттай іркіліксіз сайрап домбырасы, ойнақтайды он саусақ тасқындап бап төгілткен ұлы күнге әуенін шырқап. Қазақтың ұлғатты ұстаздардың ерекше бәйгенің көк төріне биік қазақ жаным үшін жүректен өлең шығарған ақын едің. 8 қырлы азаматты талантты бір сәт оңай рахаттаныс әке руын қайта тірілтті. Ақын болып дүниеге келді. Бар болмысын ардаған жыр өлеңге Амбыл ата, даңғыл баба, бас иеміз біз сіздің алдында. Жамбыл ғасырлық ғұмырында арыны басылмаған алып жыршы, шырайлы жырдан өшпес мұра қалдырған дүлдүл ақын. Ол өзінен кейінгі әр ұрпақтың ат басын арнайы бұрып, кәусар жырға сөйлелгенге сусындар тұма бұлағы. Бүгінгі ұрпақтың, Жамбылдың рухани балаларына тең түсінікпен қарап, оның шығармаларының қазақ халқының ұлттық сана сезімін қалыптастырудағы орны ерекше екендігі айқын. Жақсы ұлығын тыңдаудан жалықпайды.
оқушыларына өмір жолына арналған әдеби кешіміз осымен аяқталды. Көріскенше күн жақсы болсын.